Мемлекет басшысы жаңа жолдауында заңдылық пен қоғамдық тәртіпті сақтау мемлекеттің ұдайы назарында екендігін мәлімдеп, тәртіп сақшыларына азаматтардың қауіпсіздігі мен тыныштығын қамтамасыз етуді міндеттеді. Осы ретте біз мемлекет басшысымен алға қойған міндеттердің сапалы орындалуына, еліміздің заң үстемдігі мен әділдікті сақтауда нақты нәтижелерге қол жеткізуге барлық шараларды қабылдаймыз. Бүгінгі әр мектептің алдында жылдамдықты шектеу белгілерін, жаяу жүргіншілердің өткелдерін көруге болады. Мұғалімдермен бірлесе тұрақты түрде жол қозғалысы ережелерін сақтау бойынша дәрістер жүргізілуде. Мен облыс жолдарында балалардың қатысуымен жол көлік оқиғалары да орын алуда. Сол себепті сіздерді жол ережелерді өзіңіз сақтап қана қоймай, жастарға да үйрету керектігін назарыңызға саламыз. Тағы бір мәселе көшеде, үйде және қоғамдық орындарда өзін ұстау ережелері. Көбінесе балалардың қауіпсіздік негізгі ережелерін білмеуі қылмыстық құрбанына айналдырады. Бейтаныс адамдармен араласпау, бейтаныс көлікке отырмау, кешке дейін далада жүрмеу, ата-аналар баласының достарының нөмірлерін білу қажет. Қауіпсіз жағдайда ұшырасаңыз, 102 нөміріне бойынша полицияға қоңырау шалыңыз. Одан бөлек біз 102 мобильді қосымшасын қазіргі уақытта әзірледік. Оның көмегімен дереу полицияға шығу мүмкіндігі бар. Мектеп оқушылар арасындағы қорқытушылық ерекше назарға аудару қажет етеді. Мұндай әрекеттер жәбірленушіге ауыр психологиялық жарақат әкеледі. Бұл ретте кез келген заңға қайшы әрекет жасаған тұлға жауапкершілікке тартылатынын түсіну қажет.